Саламатсыздармы? Мен Куспанова Гүлзифа Дүйсенбаевна, Ақтөбе қаласы нөмір 31 қазақ орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып жұмыс жасаймын, филология магистрмын. Мен ұстазбын, мен биікпін, асқақпын, жастайымнан осы еді ғой мақсатым, биіктерге санның шәкірт ұшырып, ұстаздықтың кең даңғылын бастаппын. Жастайымнан шыбық болып өрілдім, шуақ болып мектебіме төгілдім, шыңға самғап ұшып едім шыңдалып, күн секілді көкжиектен көріндім. Еңбек еттім ұрпақ үшін, ел үшін, тағдыр маған тарту етті жемісін, талай мәрте бағындырып биікті, талай мәрте туын тіктім жеңістің. Шәкірттерім, жемісімнің дәнегі, қолға тиген жеңісім бар дәлелі, Алатаудай мектебіммен мақтанам, ұялаған шексіз білім әлемі. Өз мектебім, өз байлығым еңселі, білімі мол қуатына елсенді, көтеретін сатыларға шығарып, көтеретін мектебім ғой еңсеңді. Биік ұстап білім атты шырақты, шәкірттермен жеңдік біраз сынақты, жастайымнан кірпіш болып қаланып, бір мектепте ұстаз болдым тұрақты. Мақсатыма жетелейді оялып, шабыттанам қуанышқа боялып, мектебімде көзілемін сүйсініп, мектебімде таңнан тұрам оянып. Жалғасады дәл осылай өйткені, мектеп менің жүрегімнің көктемі, мектеп менің қуанышты көз жасым, ең ғажайып өмірімнің өткелі. Бар бақытын тарту етсін атар күн, ұстаз ана мектеп деген атамның, маңдай терім дәні болып білімнің, облыста шебер ұстаз атандым. Жетістіктің түп тамыры діңгегі, ойып салған іздерімнен гүлдеді, тарту еткен құшағыма сыйғызып, мектебім бол жүректегі мендегі. Сондықтан да мектебім бол жүрегім, асқар таудай арқа сүйер тірегім, тірліктегі тынысымды ашатын, махаббатым мектебім деп білемін.